А мынау не мынау? Мынау вот айтайын дегенім бұл Дом культура. Дом культура. Бұған біз қазір 8 миллион сом ақша бөліп поезд жасап отырмыз. Келесі жыл амандық болса. Поезд қашан жасалды? Биыл жасаймыз. Конкурс уже өтті. Подрядчик жеңіп алды. А почему так долго соншама жағдай деген? Ой, бұл 30 жылдан бері тұрған не ғой? Е. Это здание. Құжат болған жоқ, не болған жоқ, жері дұрыс болмады. Соны ішіндегілер бәрі. Какого года здание? Это 74 года. Ну, какой смысл такое здание строить? Я не вижу смысла. ПСД-ға қаншама ақша кетеді қазір? Салуына, ремонтына. Не вижу смысла. Ойланыңыздар, не знаю. Ауылда интернет жоқ. Елордадан алыстығы 60 километр. Осы жайлы қандай жұмыс істелінді? Сізден сұрағым келіп тұр, әкім мырза. Неге олай? Интернет жоқ болса, балалар сабағын қалай істейді? Мұғалімдер өздерінің пландарын қалай жазады дегендей. Және неде жазылған екен, бір жаңағы сайтты ашу үшін 20 минут керек загрузкаға. Интернеттің несі сондай? Бізде интернет жоқ деп айтуға болмайды. Бізде интернет бар, бізде скорость несі Сол ғой енді. Да. Оған енді біз Қазақ Телекомға, одан кейін бар Билайнға жазып жатырмыз жаңағы, не деп қойыңдар деп. Олардың айтатыны ауылдың саны 2000-нан асса, біз дополнительно қоямыз дейді жаңағы. Сондықтан бұл чисто технологический вопрос жаңағы. А бірақ балалар интернет жоқ деп сабақ оқымай қалды деген секе ондай жағдай болған жоқ бұл бізде. Бәрі кино көреді, бәрі сериал көреді осының бәрі тегіс. Берік Амантайұлы, соңғы рет қашан жаздыңыздар хатты? Соңғы рет біз осы соңғы рет өткен жетті біз уже облыстық телекоммен сөйлесті қашан болады деп. Олар айтады, нет технической возможности дейді, бітті. Халықтың саны жетсін дей ме? 2000 адам болу керек жаңағы. Халық 2000 адам болу керек. Вот оның несі фишка. Егер де мына Елордадан бір 600 километр, 1000 километр десек, ладно еще. 60 километр жерде интернет жоқ деген қазіргі кезде енді ұят нәрсе. Қанша жылдан бері айта береміз бұл енді ұят. Неміз келмесе де, сол жолға қаражат бөліп істеуге. Ақсақалдар біледі жаңағы. Біз қазір үлкен ауылдарды істеп отырмыз ғой жаңағы. Енді поезд жасап, несін жасап. Біз енді қазір мынау енді мен келіп жатқанда 4 жыл болды осы ауданға. Соның 2 жылы осы поезд жасаумен кетті. Енді қазір 3-ші этап біз өзіміз есептеп отырмыз. Мынау Ұялы, Қарғалы, сосын Құмкөл. Келесі жылы. Бізде поезд бар ғой да? Иә, бұл самое главное бұл жол. Ол жол мен қанша 1 минут. Мен қанша өзімді білем, осы жолмен жүріп жатырмыз ғой, жылда келеміз. Осы жол істелмегеніне бір 20 жыл болған шығар. 30 жыл болды. Одан көп болмаса. Біз былтырғана жөндедік, күл төктік жаңа. Ну, значит, качества нет, күл болмайды. Ол күл деген ол материал емес, но бірақ біз қолымыздан келген нәрсені істедік, ақсақалдар сол. Айтшы енді қазір. Жақсы, бұл жер. Кім айтсыншы? Бізде 2021 жылы поезд жасадық бұл жолдарға. Ауылдың бүкіл жолына, 8 жолына, бұл жолға жаңағы Қарғалы ауылына, Ұялы ауылына кіре беріс жол, 3 шақырым кірді, сосын ауылдың ішінде 1,5 шақырым под асфальт кірді. Қазір облыстық жолдар управлениесі автомобиль жатыр жаңа. Оның алдында қайда алдыңыздар? Неге істелмеді? Оның алдында қайда алдыңыздар? ПСД қашан істелді? 21-ден кейін қазір 23 бітіп жатыр. ПСД-ға қанша уақыт керек кішкентай ғана жерге? 21-ге жасадық, сосын 22-де қайттан обновление бердік. Беке, за счет экономии. Придумайте что-нибудь. Кішкентай ғана жер, оны үлкен әңгіме қылмай қой құят болды. Ту, Беке, ұятқа қалдырдыңыз мені. Айтпайсыз, мен айтайын сіздерге. Сентябрь, октябрьде бітіреміз. Осы неге дейін жолды бітіріп берем. Бекең қарындасым бітіріп берем деп айтама десе, айтпайды. Мен айттым сізге, жолыңызды ауданға қарамаймыз, облыс әкіммен сөйлесем, жолыңызды істейді. Сентябрь, октябрь. Жол әңгіме емес. Сол жол туралы қазір мәжіліс депутатымен жол туралы кішкентай ғана жолды айту ұят нәрсе. Ал жаңа жайылым жер деген бұл өте үлкен мәселе. Негізінде бұл созылатын мәселе. Ал свет пен мынау жол, оны вы должны решить. Вы решите этот вопрос? Скажите, когда вы решите по свету? По свету. По свету надо этот... Қалай, тұрғындар тұрып жатыр, кеткен жоқ. Адам бар жерде. Қаражат бөліп жатсың, вот и все. Не надо общими фразами говорить. Вот тұрғындарға айтыңдар, қашан болады? Келесі жыл болады. Түнде мешіттің светін жағып қоямыз. 25 жылы. Келесі жыл 24.
24 жыл болды. Мен уже болады, Светті шешу керек. Шешеміз. Это стыдно, это стыдно. По школе давайте. 20 баладан төмен түсіп кеткен деп жабылған жаңа. Кішкентай приспособленное здание бар жаңа. Я его не продаю, через конкурс не реализую, ұстап тұрмын жаңа. Вот халық қарап тұр жатқан кезде жаңа. Вот. Да, енді келіп отыр ғой, неше жыл болды, 10 жыл болды тұрғанда. Жоқ, келісіп алайықшы, егер де 10 балаға жеткізсеңіздер, әкім ашам деп тұр. 1 мен 4-тің баласында болып арыз жазатын болса, біз ашамыз жаңа. Разговор бір мұғалім табамыз жаңа. Мұғалім қайда? Ал 4-тен жорға қарады, мұғалім саны керек, сен балаларың үйде тұрады деп тупой қылуға болмайды олар жаңа. Сондықтан біз интернет дайын, мысалы, қалаға барған десе, тоже мысалы бізде қарсылық жоқ. Ол бірақ мына жерде біз мұғалім жіберу үшін, штат беру үшін минимум 10 бала болу керек. Түсіңіз ба? 1 мен 4-тің арасында. 1 мен 4-тің арасында. Но бірақ білімнің сапасын қарау керек. 1-ші класста дұрыс білім алмаса, 10-ші класста ештеңе көгертпейді. Еді қойда бағалмай қалады. Нақтылап айтатын боламын. Су жайлы әкім мырза қазір айтып берсеңіз. Себебі қазір мен біліп тұрмын, бірінші сұрақ сол су тапшылығы болайын деп тұр. Өзіңіз халыққа мен отырған кезде осыны айтып берсеңіз, шешімді қайдан күтеміз, қашан болады ол? Мәселе неде тұр? Біздің қорғасында бәрі судың жағдайын жақсы біледі, кездескен сайын айтып отырамыз жаңа. Бізде енді 70-інші салынған не ойынды, енді ана тұрбаны айырбастамайынша біздің күніміз күн болмайды жаңа, құрметті ақсақалдар. Солай, ұзын сөздің қысқасы. Сондықтан үкімет былтыр депутаттарға, біздің мәжілісті, одан облыстың, одан кейін сіздерге, ардагерлер кеңесі бар, неде болса ақсақалдар, бәріміз келген сайын су нашар, су жоқ деп, біз осы неден Қызылорда облысы және осы Ақмола облысының Қорғалжын ауданына үкімет ақша бөлді былтыр. 383 миллион сом ақша бөлінді, ол қазір поездisi өтіп экспертизада жатыр жаңа. Где-то құны 16 миллиардтан асатындай түрі бар жаңа. Халық күтеді ғой, өз басым бос әңгімені жек көретін адаммын. Шыны керек қазір облыс бойынша қанша қаражат бөлінгенін сізге айта алмай тұрмын. Мен әкіммен кездесіп, осы сұрақтардың бәрін қоямын. Және де ертең келесі сессия басталған уақытта, сессия сентябрь-октябрьде, сол кезде нақты түрде үкіметке осы сұрақты қоямын.